Қазақстан Республикасында коллекторлар санын шектеп жатыр. 2024 жылдың 1 қазанынан бастап банктер мен микроқаржы ұйымдары жеке тұлғалардың төленбеген қарыздарын бекіткен мекемелер оларды борышкерлер мен есеп айырысуға және ымыраға келуге міндетті. Ал 2026 жылдың 1 мамырынан бастап коллекторлар жалпы сомадан қарыз бойынша сыйақыны есептен шығаруға міндетті болады. Жаңа ережелер қоғамның елеулі бөлігі қарызға белшесінен батқан Қазақстандағы қазіргі жағдайға жауап болып табылады. Елімізде 8,5 миллион борышкер бар. Алайда 1,5 миллионға жуық адам қарызын уақытында өтей алмайды. 90 күннен астам мерзім өткен қарыз сомасы бүгінде шамамен 1,7 триллион теңгені құрайды. Ал бұл қазірдің өзінде қоғам үшін қауіпті. Мерзім өткен несиелерді жабу үшін азаматтар жаңасын жоғарғы пайыздық мөлшерлемемен алады. Соның салдарынан халықтың қарызы жылдан жылға артып келеді. Адамдар енді ақша төлей алмайды. Содан кейін коллекторлар өңмеңдейді. Өз баланстарын тазару үшін банктер мен микроқаржы ұйымдары жеке тұлғаларға проблемалық несиелерді коллекторларға айтарлықтай жеңілдікпен береді. 2024 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша қазақстандықтардың 382 миллиард теңге қарызы коллекторларға аударылды. Бұл шамамен 890 мың қарыз алушы деген сөз. 2024 жылдың 1 қазанынан бастап коллекторлар борышкер мен қарыз шарттарын реттейді. Атап айтқанда, осы сәттен бастап банк немесе микроқаржы ұйымы жеке тұлғалардың берешегі бойынша талап ету құқығын берген коллекторлар борышкерге міндеттемені орындау шарттарын өзгерту туралы өтініш беру құқығы туралы хабарлауға міндетті болады. Егер коллекторлық агенттік азаматтың берешегін 1 қазанға дейін сатып алған болса, онда ол өзінің борышкерлеріне оларды жаңа құқығы туралы осы айтулы күннен бастап 20 күн ішінде хабарлауға міндетті. Борышкер хабарламаны алғаннан кейін кез келген уақытта берешекті өтеу бойынша өзінің нұсқаларын ұсына отырып коллекторлық агенттікке жүгінуге құқылы. Қарызды өтеу тәртібін өзгерту, оның ішінде негізгі борышты кезектілік тәртібімен өтеу, банктік несиенің немесе микрокредиттің мерзімін өзгерту, айыппұлды, өсімпұлды азайту немесе толық алып тастау бағытын өзгерту, міндеттемені сатып алушыға бере отырып ипотека нысанасы болып табылатын жылжымайтын мүлікті сату. Әрине, мәлімдемеде міндеттемелердің орындалмау себептері көрсетілуі керек. Сондай-ақ кірістің азайғанын және өз міндеттемелерін орындай алмауын көрсететін құжаттарды қоса беруі қажет. Өз кезегінде коллекторлар осы өтініш алғаннан кейін 15 күн ішінде 3 тәсілдің біреуімен жауап беруге міндетті. Келісу, қарсы ұсыныс жасау немесе бас тарту, бірақ әрине дәлелді болуы қажет. Барлық мәселе егер өзара қолайлы ымыраға келмесе, борышкер банк немесе микроқаржы омбудсманына жүгінуге құқылы. Ол құжаттарды қарап жатқанда коллектордың қолдары байланады. Мысалы, заңның 1 бабының 3 тармағында халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын жеке тұлғалармен жасалған ипотекалық қарыз шарттары бойынша ипотекалық мүлікке өндіріп алуға тыйым салынатыны тікелей көрсетілген. Бұл ретте уәкілдің шешімі, егер қарыз алушы онымен келіссе, коллекторлық агенттік үшін міндетті болып табылады. Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы заңында. Ал қарыз алушының өзі банк омбудсмені шешімімен келіспеген жағдайда сотқа жүгіне алады. Банк омбудсмені берешекті реттеуге қатысуына қатысты ережелер 20 тамызда, тіпті 1 қазанда емес, жарияланғаннан кейін 6 ай өткен соң, яғни 2024 жылғы 21 желтоқсанда күшіне енетінін айта кетейік. 2026 жылдың 1 мамырынан бастап коллекторлар есептелген сыйақыны қарыз сомасынан есептен шығарады. Көріп отырғандай, коллекторлардың қызметі үшін бұрын тегін болған жағдайлар біртіндеп шектелуде. Ақырында бұл тізбекте тағы бір күн бар, ол 2026 жылдың 1 мамыры.